Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? 10-шы сынып қазақ тілі пәнінен 4-ші бөлім сәулет өнері, тілдік жүйе және норма. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы даланың сәулет өнері. Сабағымыздың оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып, түртіп жазу, конспектілеу. Бағалау критерийлері көпшілік алдында сөйлеу әдебін сақтай отырып, ойын дәлелді жеткізеді. Мәтінде көтерілген мәселені талдап, негізгі ойды анықтайды. Сызбаны толтырып, негізгі ақпаратты іріктеп, конспект жазады. Балалар, төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: ежелгі сақтардың сәулет өнері туралы не білесіңдер? Екінші сұрақ: Геродот кім? Оның сақтар туралы айтқан пікірлерін білесің бе? Үшінші сұрақ: Қазақстан жеріндегі тарихи сәулет жәдігерлері ретінде қандай нысандарды алар едің? Балалар, сендер берілген сұрақтарға дұрыс жауап бер деген ойдамын. Енді сендер ықтимал жауаптарға назар аударыңдар. Бірінші сұрақта ежелгі сақтардың сәулет өнеріне шілікті және бес шатыр қорғандарын жатқызамыз. Екінші сұрақта Геродот кім? Оның сақтар туралы айтқан пікірлері туралы болатын. Геродот тарихтың атасы, 5 ғасырда өмір сүрген. Оның сақтар туралы мынандай айтқан пікірі бар екен. Геродот тарих атты еңбегінде сақтар дұшпанға қатал, досқа адал деген. Киім мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас. Олар егін екпейді, үй малдары мен өзеннен аулайтын балықтарды азық етеді және сүт ішеді. Ал үшінші сұрақта Қазақстан жеріндегі тарихи сәулет жәдігерлері ретінде қандай нысандарды атар едің деген болатын. Бірінші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстанбаб кесенесі, Айша Бибі кесенесі, Тектұрмас күмбезі. Бірінші тапсырма, тыңдалым тапсырмасы. Ұлы даланың сәулет өнері деген тақырыптағы аудиомәтінді тыңдаңдар. 3-4 сабақ. Ұлы даланың сәулет өнері. Ежелгі Қазақстан мәдениеті немесе ұлы дала өркениеті Еуразия өркениетінің басы. Жалпы адамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі. Алтайдан Дунайға дейінгі Дешті Қыпшақ жері әрі далалы, әрі таулы, әрі өзен сулы, нулы өлке. Осы ұлы далада өркениеттің орнауына себеп болған бірнеше фактор бар. Алтайдан Донға дейін созылған ұлы дала екі құрлықтың басын қосты. Ол Еуропа мен Азияның қақпасы болды. Дала өркениеті біздің жыл санауымыздан 1000 жыл бұрын пайда болды. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 4000-ші жылдың соңында түркі жұрты ең жүйрік аң, жылқыны қолға үйретті. Ұлы дала Әмудария мен Сыр арқылы Қытай, Парсы, Үнді, Араб өркениеттермен тоғысты. Ұлы дала арқылы өтетін ұлы жібек жолы сауда жолы ғана емес, мәдениеттердің тоғысу жолы еді. Бір ғана Сырдарияның бойында 300-ге жуық қала мен елді мекен болды. Бұл сахарада сәулет өнерінің таңғажайып туындылары пайда болды. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан біздің заманымыздың 5-ші ғасырына дейінгі кезеңде Қазақстанды мекендеген тайпалар Сақ, Савромат, Ғұн, Сармат, Үйсін, Қаңлылар, Отырықшы, жартылай көшпелі тіршілік кешкен.
көшпелі тұрмыста әлемде теңдесі жоқ баспана, киіз үйді ойлап тапқан ежелгі халықтың қалалық мәдениет жағынан да адамзаттық өркениетте өз орны, үлесі бар. Осы аймақта көшпенді дала мен қала өркениеті қатар дамыды. Бұл өңірде аң стиліндегі ерекше зергерлік өнер туды. Ұлы далада салтанат құрған түркі қағанаты Еуразия сахарасындағы тұңғыш империя еді. Сол дәуірде түркі жазуы пайдаланылды. Мәтінге сүйене отырып, ұлы дала өркениетінің даму факторлары тақырыбындағы сызбаны толтырыңдар. Сызбаны толтырып болсаңдар, ықтимал жауапқа назар аударыңдар. Бірінші, Алтай мен Донға дейін созылып жатқан ұлы дала екі құрлықтың басын қосты, Европа мен Азияның қақпасы болды. Екінші, дала өркениеті жыл санауымыздан 1000 жыл бұрын пайда болды. Үшінші, біздің жыл санауымыздан бұрын 4000 жылдың соңында ең жүйрік аң жылқыны қолға үйретті. Төртінші, ұлы дала Амудария, Сыр арқылы Қытай, Парсы, Үнді, Араб өркениеттерімен тоғысты. Ұлы жібек жолы сауда жолы ғана емес, мәдениеттердің тоғысу жолы болды. Сырдарияның бойына 300-ге жуық қала мен елді мекен салынды. Сәулет өнерінің таңғажайып туындылары пайда болды. Бесінші, біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр мен 5 ғасыр аралығындағы кезеңде Қазақстанды мекендеген тайпалар Сақ, Ғұн, Сармат, Үйсін, Қаңлылар жартылай көшпенді тұрмыс кешті. Киіз үйді ойлап тапты. Көшпелі қала мен дала өркениеті қатарласты. Аң стиліндегі түрлі зергерлік бұйымдар пайда болды. Алтыншы, ұлы далада салтанат құрған түркі қағанаты Евразия сахарасындағы тұңғыш империя болды. Сол дәуірде түркі жазуы пайдаланылды. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқы. Тараз, Талас өзені бойында орналасқан тарихи қала. Ол 5 ғасырға дейін салынған. 2000 жылдық тарихқа ие Тараздың өзіндік шежіресі мен тағдыры бар. Оның даму жолдарының құпиялары мен тылсым сырлары мол. Әр қаланың өзінің ерекше бойтұмары болады. Тараздың бойтұмары Қарақан мен Айша бибі кесенелері. Аңыз бойынша Айша бибі Түркістанда жас батыр Қараханмен кездеседі. Бірін-бірі ұнатқан екі жас үйленуге келіседі. Жаугершілік заман болғандықтан елін, жерін қорғап жүрген шайқаста Қараханның уәделі мерзімде Айша бибіге баруға мүмкіндігі болмайды. Арада біраз уақыт өтеді. Айша бибі Қараханның мекені Тараз қаласына бару үшін қасына күтушісін ертіп жолға шығады. Бірнеше күн жол жүріп Таразға жетеді. Қаланың төбесі көрінгеннен кейін өзеннің жағасына келіп, сол арада суға түсіп, біраз демалуға тоқтайды. Күтушісі ас әзірлеуге кіріседі. Салқын суға шомылып, денесі сергіп шыққан Айша бибі жұмсақ төсенішке келіп жатады. Ұзақ жолдан шаршаған жасару маужырап ұйқыға кетеді. Осы кезде оны даланың улы жыланы шағады. Денесін у жайлап, тынысы тарылған Айша бибі дереу Қараханға хабар бергізеді. Қарахан емші мен молданы алып жеткенде, ару қыз есінен танып жатыр екен. Қарахан молдаға Айша екеуінің некесін қиғызады. Содан кейін ол қызды қолына алып, жаны үзіліп бара жатқан Айшаның құлағына «Айша, сен енді бибі болдың» деп 3 рет айтыпты. Қайғырып қан жұтқан Қарахан сүйген жарының денесін арулап жерлеп, басына әсем күмбез орнатады. Қанша уақыт өтсе де, Тараз қаласының іргесінде екі ғашықтың махаббатының өшпес белгісіз іспеттес сол кесене әлі тұр.
Айша бибі кесенесі өзінің аңызға толы рухани құндылығымен қатар сәулет өнеріндегі ғажайып ескерткіш. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әртүрлілігінің өзі таңғалдырады. Оның алғашқы қалпы тек батыс қабырғасында сақталған. Қайта қалпына келтіру жұмыстары 2001-2004 жылдар аралығында жүргізілді. Шеберлер кесенені қалпына келтіру үшін жыл бойы ізденіп, оны кірпішінің жасалу технологиясын зерттеді. Тек ескі технологиялы пештерді қолдану арқылы 72 түрлі белгі салынған плиталар дайындалды. Сондай-ақ кесененің іргетасын қатайту, қабырғаларын көтеру, ішкі және сыртқы айшықтарын жөндеу секілді күрделі жұмыстар атқарылды. Мәтінді оқып болсаңдар, мәтін бойынша тапсырмаларға назар аударыңдар. Бірінші тапсырма мәтін мазмұнына сәйкес тақырып қой. Екінші тапсырмада қойған тақырып бойынша мәтіннің негізгі ойын сақтай отырып, ықшамдап жазасыңдар. Балалар, сендер берілген тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деген сенімдемін. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды инсерт әдісімен қорытындылайық. Бұрыннан білемін, менің ойлағаныма қайшы, кереғар, мен үшін жаңа ақпарат, келісе алмаймын, білгім келеді деген кестелерді толтырасыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.